бұл жұмыста қазақ халқының ұлттық қошқар мүйіз ою өрнегі арқылы ұлттық құндылықтар бейнелеген. Бірінші құндылық – табиғат, соның ішінде күн, мәңгілік жылулықтың символы. Түркі тектес халықтарда күннен туған ұл туралы аңыз бар. Одан соң тіршілік көзі – су. Халқымызда судың да сұрауы бар деген мақал бар. Ал көк шөп, ағаш – тіршіліктің бастауы. Екінші құндылық – рухани құндылық. Желмаяға мініп алып халқына берекелі жер іздеген Асан Қайғы бабамыз қазақ халқы үшін тарихи тұлға. Оның қолында қазақтың еркіндігінің, тәуелсіздігінің символы қыран құс бейнеленген. Үшінші құндылық – материалдық құндылық символы шаңырақ. Шаңырақ халқымыз үшін ерекше бұйым. Қара шаңырақты киелі санап, ұрпақ жалғастырудың белгісі ретінде баланың кенжесі не ұлдарына аманаттап қалдыратын болған. Ал түрлі түсті бояулар адамгершілік құндылықтың символы. Қызыл түс – батырлық пен қайсар рух. Сары түс – мейірім, жан жылуы. Жасыл түс – табиғат пен үйлесімділік. Көк түс – жан мен тәннің тазалығын білдіреді.